бақтаймын қолдаса жаңа қорғанның адамы жаңа қорған шипалы бақмақтар қалғасың жазған ғой жаңа демі ақмышты жайқалған шиегінде арайлап атып жатқан жаңа демі жора жылға жаңарған шалашты жайқалы көзім жатқан жаңа демі ананы аспаптарға келемізде арайлай өзіңен арайлай апатыңға болмағанда қазақтың болмасы одан әдемі қазағының сынына қара демі жасында құрқыраған жаңа демі байлауыр болмағанда гәңәлінде қосымыз адам болған демі жыршыраудың мекені қарпасында аспаптағы әуелі әдемі домбыраның бүгінде әнге салған біздерге бақытты бақ деді қылысқасын айтқан қағаздарда менен басқасының бәрі әдемі асып жатқан ақындықтың жырғақпаны белгілі ғой сүренің саңлақтары жасасын жасай берсін деп біледі 50 жылдық тойлаған аға мен аналардың ұрпақтары әкелер әнге жүрге сүйетеді бүгінде арнаулы жоқ күйімдері балтабайдың әкеміз жағында алынбаймын неге жүрдің емдері ән айтқан ұлдарыма толқынған алладан қабыл болсын ниеттері келіншек біреу ішіп алып байынан қашып ұрлық істеп 10 жылға сотталып кеткен екіншісі бай теуіп ұрып інібай 10 жыл түрмеге отқан ғой екеуі бір камерада сонымен екеуі 10 жылда бір күнде түскен бәлін соқсат бір күнде шығарып берген ғой екеуі сөйтіп шыққаннан кейін есікті ашып шығарып жүрді одан кейін бітті ғой жоқ қой қарап тұр дейді ана екеуі әлі тұр сөйтіп бір кезде сұрамаймын есімді деген жаңа болса шық неғып тұрсыңдар сіз әңгіме айтып тоқтап айтады 10 жыл бір камерада отырған екеуі сол сияқты енді бұл кісілер түсінуге болады 50 жылда бір кездесіп жатыр айта беріңіздер мынақты тілек айта беріңіз арнайы сөздің кезегі келіп жатыр мынау құрдас дейді ғой енді бауыр дос осындай ақ болсын қызыңыз екеуіңізге бір керемет сөздің кезегі келіп бір шапалақ ұрып қоятын кез келді енді көңілім толықта тұр қуаныштың жасы қуаныштың көз жасы ғой ағайын қуаныштың бес баламен қалдым адаммен одан жаман болған жоқпын шүкір аллаға мыңға шүкір соның келіп көрмей кеткен қызығын мен көріп жатырмын шүкір аллаға кешірерсіңдер ағам дұрыс ол иә іздегенің жақсы иә балаларға әке керек қой қашанда асқақ қауын ғой ол балдардың бірақ көре алмай кетті өмірі қысқа сол енді балдарым өсіп жетілді 96 жыл білесіңдер қиыншылық көрдім бірақ аллаға шүкір осыларды оқыттым тоқыттым әрқайсысы бір үйдің иесі бесеуі бес үй аллаға шүкір 16 немерем бар көрген бұлардан жапырақтары жайылды енді ең үлкен немерем Аружан деген қызым дегеннен түсе алмай кеткен нарқозға оқуға түсірдік оқып жатыр 4-ші курста өтті жақсы ағылшынша оқиды барған жерінен қыздарымның бәрі жақсы балам да ұлымның да келінім де өте жақсы өзіме сондай сай өзімнің айтқанымнан да шықпайтын балдарымның жақсы болғаны ғой мені жылда курортқа жібереді мына шетелдің түгел араладым Парижің бар Лондоның бар түгел аллаға мыңға шүкір апа бейнетіңіздің зейнеті ғой көрдім иә тек бегеннің көре алмай кеткенін есіме түсті жылап аламын ғой енді басқа жақсы бәрі атам да енем де жақсы болды бәрі сосын енді барған жерімде бәрі қолдап қорғап солардың арқасы шығар, солардың берген батасы шығар. Алдарынан не болып өтпедім ешқашан. Жаңағы ешқандай жаман сөз оларға айтқаным жоқ. Олар бәрі мені сыйлады.
содан шығарып, солардың ақылын, несін жаңағы батасын алғасын бәрін. Сол 365 әулиенің несінен келіп отырмын. Аталар сіздерді қолдасын. Алла тағала бәріңізге де жақсылық берсін. Мен сияқты жер-жерге барып, балдарыңның, немерелерің қызығын көріңдер. Алла тағала бәріңе де жақсылық тілеймін. Отбастарың, немере шөбере көрің, шөпшек көрің. Тек денсаулықпен, ауызбірлікпен осындай тойлап жүре беріңдер. Тек тойға жайылсын дастархандарың. Сайлаухан саған айтатын мен рахмет, көп рахмет. Сайлауханды дегендікте өзі аузынан тастамайтын. Менің досым бірге оқыдық, интернатта бірге жаттық, домбыраны бірге шертіп тақтық берсін. Бір-бір бөлмеде деп айтатын. Өнерледі, қарап отырып бей деп айтатын еді. Осы интернатта көп бала домбыра несіне қатысқан ғой жаңағыдай, үйірмесіне. Ол бармайтын секілді, үйірініп бармай, бірақ осылардың шерткеніне қарап үйреніп алған бәрін. Үйде де сол домбырасын шертіп жататын еді, сондай кісілер өзі бір. Сол домбыра тартқанды жақсы көріп, бірақ балдарына дарымады дегенменен енді балдарым жақсы, шүкір Аллаға. Әрқайсысы осы Маңғыстау мұнайгазда істейді. Мына қызым мінекей Ойсқа деген үлкен конторда бухгалтер. Бәрін де оқытып, өзім жетілдірдім. Аллаға мыңда шүкір. Соны Алла маған қуат берген шығар. Бәріңе де жақсылық тілеймін. Тойларың той қыласын, 50 жыл емес, жаңа айтып жатсыңдар ғой, 75 жыл, 70 жыл сонда тойлай берейік. Алла тағала нәсіп етсе келерміз, көрерміз. Барлығына жақсылық тілеймін, амандық, ауызбірлік тілеймін. Тойларың той қыласын. Бір жамандықтың бір жақсылығы болады дейді. Әрине. Енді көкемнің кетіп қалған жамандыққа теңеп атсыз ғой, арты мың жақсылық болсын. Көкем болғанда бұл курорттың біреуде жоқ отырды. Отырайды! Құрметті қонақтар, кластастар, менің әкемнің кластастары, өте қуаныштымын. Сіздермен танысып, бір дастарханда, мынандай мол дастарханда кездесіп жатқаныма. Мен айттым, бәріңіз денсаулық тілеймін барлығыңызға, ары қарай өмір жастарыңыз ұзара берсін. Енді Алланың нәсіп еткен жас деп жатыр ғой. Сонда да қазір көңіл жас адамның көңіл жас болғасын, бәрін жетісіп жасағысы келеді. Солай осындай көңілдеріңізбен, ақ көңілдеріңізбен жүре беріңіздер. Кездесіп, той думанда 50 жыл деген шынымен де өте аз уақыт емес. Ол 50 жыл ары қарай жаңағы айтып жатқан мана жақсы тілектер бола берсін, 75 жыл болсын. Қуаныштымын, бәрі қуаныштарыңызға ортақтасып жатқаныма. Айтам. Сол мен енді негізі білгім келеді, мен әкем сіздермен кластас болғанда қандай болғанын кішкене айтсаңыздар сол. Қызық болады екен, мен де барған болды. Әкеңді көрген өлмесін. Папаның несін айтайын ба? Көке, арнайы бір пауза бөлеміз оған. Қазір айтсыңдар. Жоқ, бұл тойдың беген тайым деген арнайы рубрикасы бар. Жоқ, қазір айтып жіберейін. Қалап қазір кейін шамалдан кейін не айтайын? Мына бізге жаттау беретін еді ғой. Орыс тілінен болсын, әдебиеттен болсын, жаттау беретін. Соған бегендік отыратын кітаптар. Аяқ жағы болып қалады. Үйге берген жаттауды айтайын ба дейтін. Білесің ба? Білем. Үйге берген жаттау не істейді? Мұғалімдер, апай ма? Бүгін құлайын ертең барып сұрайсың дейді. Жоқ, үйге берген жаттауды, ертеңге берген жаттауды қазір айтсам боламайды. Анауын таң қалады. Сөйтіп сұрайтын еді ғой мұғалімдер. Сосын тұрады да айтады, бес қояды болды. Біз жүреміз түнімен жаттап. Келесі сабақта Апаның сондай несі бар тұғын, қасиеті бар тұғын. Ол любой нәрсені, орысша болсын, қазақша болсын, бірден жаттап. Айтып жатыр ғой кім? Тамақ айтып жатыр ғой. Ана домбыраны, ол нотада емес, потада емес, ана суық, память мықты ғой. қолын көтіп. Апаның сондай несі бар тұғын. Партаға тұрады да бір қолмен. Қолмен бүйтіп, аяғын бүйтіп ұстайды. 90 градус ұстайтын. Бір қолмен. Өзі еді ғой,
Ашам көке Ол шымырт. орыс тілі орысша деген сөз көп айта бермейші бәкең бір түрі қарап отырсыз Ол жақ қайта соны айта берсін деп ал енді мынау рахмет сіздерге. рахмет жаңа орында бар оңалады деп жатыр ғой мынау көке апам да айтып жатыр апам туралы айта берсеңіздер әнекей мен де жақсы көремін менің де әкем 16-ында кетіп қалған 14-інде кетіп қалған мен де жақсы көремін әкем туралы айтқанда әкем туралы жақсы нәрсе айтқан бірақ енді мынау кереметтей кісілердің бәрі сіздің әкеңіздің бір көзі сіздің әкеңіздің бір бауырлары бәрі бір-біріне ойбай деп қызғанышпен емес бір-біріне қызығып бір-біріне сүйсініп қараған адамдар осы күнге дейін ауызбіршілігін жоғалтпай бір-бірін өйстіп сыйлап өткен 52-ші жылғылар 50 жылдықтарыңыз жалпы құтты болсын сіздерге де құтты болсын өйстіп әкенің орнын жоқтатпай іздеп келіп жатқан сіздерге де құтты есіңде ме әсем гүлі көктемнің сатырғанған таудың ерке бұлағы қызыл тердің өзіңде де өткенмін өмірдай соғалғандай бәрі жалын естен күндер байда қарағым күреңдізген шықпас естен күлдіреген шағады жалын естен күндер байда қарағым күреңдізген шықпас естен күлдіреген шағады балғын жаным қырдасым талай аңдатырып сырласым қызғалдақтай жайнаған жолдарым көрдімсің жанарымнан нұр шашып жалын кешкен күндер қайда қарағым күреңдізген шықпас етсін күлдіреген шағым жалын кешкен күндер қайда қарағым күреңдізген шықпас етсін күлдіреген шағым білемін шағырманымда қандай жатыр аулада көремін қандай жатыр жарықтың жылдамдығында жолда бірақ сен болсаң да ақ көзімді мұңлымды айнына қырау қайда барып көремін қайғылы бұлау önüne қараймын және шаппайсың неге үстінде көріп жүремін қайғылы бұлау сенің көз түпсіз терең тұңғиықтан жаралған сонда жатыр орындалмас барарман сенің жүзің көктем ертеңіңнің аралап қасым сәл жұмбақтар жапар ақырғының қарлығашты қарынды қақпара жүрегін жүзің сенің ақ жүректі мақтаба сен басын бәкіремді қысырыңды шақырма Қаппар көкеміз бар ма? Дұрыс па? Қасықты көтерген емес, қолды көтерген. Бәрекелді. Онда осы көкем бастасын. Одан кейін әдекең жалғастырады. Әбеке. Келіншегі бар. Ай, келіншек тауып алар еді, бай айтып айтқасын. Атын айтып қойсайшы. Мәке баста Айтқанда нарығын таппай. Бар. Бадам сізге қуанып кетіп таба алмай қалдың ба? Тыңдай. Қасымхан, Әділ, Сайда, мен айттым ғой Асылханды. Көтеріп бітіріп, сол тағы бір классқа түстім, бір классына. Соны да 2 жыл. Одан интернатта Сақиям, Сайлау, Егендік, Асылхан, Әділ, мен бесеуміз 2-ші қоңыпта жаттық. Bir bölmede Bir bölmede, 2-ші қоңыпта, бюджетный интернатта.
содан бітіп шықтық. Одан кейін содан бәрі жан жаққа торғай пыр етіп жан жаққа ұштық. Оқуға түскендер түсіп кетті, түспегендер ауылға келдік. Мен өзім кейіннен барып оқыдым. 2 жыл түсе алмай. Ақыл кіргесін барып оқыдым дейсің. 28 жасқа келгенде барып техникум тауыстым. Одан кейін 60 жасқа келгенде Siz elde aldı. Вышені оқып алды ғой. Şetelde okuyuverin 80 соны 60-қа келгенде үй тауыстым. Ақыл қалған кезде барып оқиды да адам. Болмайды деді мына жұмысыңыз бар. Ес жоғары керек деді. Мен онсыз да енді 3 жылда мен пенсияға шығамын, керек жоқ десем жоқ болмайды Сонда деді. ғой естек дұрыс емес ә? Жоқ оқыдым алды. 1960 жағында енді 3-4 жылда пенсияға шық. Айта бер, айта бер. Соны жинал дейміз, енді соны мынау темір жол саласында істедім. Өзім мына құйып қояйын десем бай. Кай көріп тұрсын. Разизді ауылда жесір істедім, туған жерімде, Бөтескен деген жерде. Одан кейін осы жоғарыға келіп, сол механик болып, содан шықтым ғой, сол механик болып. Институт ауысымда. Мен үйлендік, үй болдық, қазір 2-3 қыз бәрі аяқтанған, ұлдардың бәрі финансист, қыздардың да өз мамандықтарымен жұмыстарын істеп жатыр. Не алдым зал, қыздар, жігіттер, дендерің сау берсін, Алла Тағаланың берген жасын жасап, мына кездесетін уақытта кездесіп, осындай жаңа айтып жатыр ғой бәрі. 3-25 болсын, оған 17 қосайық деп жатыр. Қабыл болып кетсе мүмкін. Бұл да болар.